Қайырлы күн. Балауса тобының тәрбиеленуші Әзірмаханов Айсұлтан және оның анасы. Сәлем, мен атым Айсұлтан, мен 5 жаста. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ялшақ мимоза өсімдігін өсіру және оны зерттеу. Мен осындай өсімдікті зерттедім. Бұл өсімдіктің ерекшелігі қандай екен, Айсұлтан? Жабылады. Жапырақтары не істейді? Жабылады. Не істеген кезде жабылады екен? Қолымызды тигізсек жабылады. Қолымызды тигізіп көрейік, ал тигіз. Видеоны жоқта. Мынаяққа тигіз. Ақырын ұстай қойып. Ән көрінбе? Жабылып жатыр. Көрінбе? Мынаяқты жабып ұстайық. Ағылмен ұстайық. Не себепті жабылады екен? Қорғау үшін. Ол өзін-өзі қорғау үшін жабылып қалады екен, е? Сондықтан бұл өсімдікті біз не дейді екенбіз? Ялшақ мимоза деп атайды екенбіз, е? Бұл жаңағы өз-өзін қорғау үшін ұялып, бұл жапырақтары жабылып қалады екен. Бұл өсімдікті біз осыдан 3-4 апта бұрын өсірген болатынбыз. Ал мына мимозаны осыдан 2-3 апта бұрын өсірген болатынбыз. Бұны да міне жапырақтарын, бұл әрі кішірек жапырақтарын ұстасақ, бұл да ақырындап жабылады, е? Ұстап көрші. Енді біз бүгін осындай жаңадан ялшақ мимоза өсімдігін егіп көрсететін боламыз, е? Ол үшін бізге не керек, Айсұлтан? Бірінші? Стакан. Жаңадан ыдыс керек және топырақ. Топырақ, одан кейін су керек, е? Енді біз осы ыдысқа бірінші не істейміз? Топырағымызды салайық. Ақырындап сала қойып. Бірінші ыдысты топырақпен толтырып аламыз, е? Сала қой тағы да. Топырақты саламыз. Ақырын. Жақсы. Осылай топырақты толтырып алдық. Енді біз оған не істейміз? Су қоямыз. Бірінші тұқымды саламыз, е? Кесеміз. Бұл кезде осындай ялшақ мимоза өсімдігі. Енді мынаның ішіне кішкене тұқымды. Мынаяққа осындай біз нүкте жасайық. Соның ішіне сен осындай тұқымды егесіне біреусін алып, сала қойып, мына жаққа сал. Мына жаққа сал. Тағы да тұқымдарды сал. Тағы да салып шық, мына жаққа. Тағы да біреу сал. Мен саған көмектесейін, е? Мына жаққа сал. Болды, е? Мына жаққа салсайық. Бұны енді басқасына егеміз, е? Енді осының бетін не істейміз? Осылай ақырындап жабамыз, е? Тұқымның бетін жауып қоямыз. Содан кейін суды себейік, е? Ал, себе қой. Кішкене қой. Сеппас. Осылай су бізде ылғалды түрде, дымқыл түрде болу керек екен, е? Көмектеседі су. Осылай біз ылғалды қылдырып суғарып қоямыз, е? Енді бұл өсімдікті тұқымын егіп қойдық. Енді бұл тез арада қарқынды түрде өсіп шығу үшін арнайы осындай ненің астына қоямыз? Лампаның, фитолампаның астына қойып қоямыз, осындай құралдың астына. Сол кезде бұл өсімдік тез арада арнайы жарық арқылы тез арада 3-4 күн ішінде өнім беріп өсіп шығады екен, е? Осы ялшақ мимозалар сияқты. Енді осы өсімдік саған ұнады ма? Иә. Несімен ерекше екен? Не істейді? Жабылды. Жапырақтары қолымыз тиіп кетсе жабылады екен, е? Одан кейін тыныштық күйде қайтадан өз қалпына келіп ашылады екен. Гүл сияқты.